Сен де білесің ғой, Алпамыс Батыр? Алпамыс Батыршын білемін, бірақ мен осы жерге негізінен едігені соңғы рет жаттағанмын, ер едіге деген жыр. Енді сол жерді басынан бастап қысқаша айтып, бір жерден үзінді домбырамен тағып берсек. О, керемет, ал кеттік. Ер едіге. Ертеде Баба Құмар деген әулие болған екен. Ол 15 жасында әулиелік еткен. Одан кейін оның Баба Түкті Шаштазиз деген баласы дүниеге келеді. Сол Баба Түкті Шаштазизден осы ер едіге туылады. Ол өзі кішкентай кезінен 8 жасында қой бағып жүрген кезінде оған бір кісілер дау көтеріп, осы қойшыға келіп жүргенек дейді. Сөйтіп, солай 3 рет қайталанады. Үшеуінде де едіге оларға дұрыс бағыт беріп жібереді, және үшеуінде де келіспеген жақ ханға барады, Тоқтамыс ханға. Тоқтамыс хан бұндай әділ шешім берген қандай бала, кім болса да шақыртыңдар деп шақыртады. Сөйтіп оны өзінің уәзір қылып алады. Одан кейін күндердің күнінде ханның әйелі сол едігені жалпы едігеге қарсы шығып, сосын оны өлтірмек болып, хан екеуі ақылдасады. Бірақ едіге одан аман шығып қашып, жанына серіктер жинайды. Сөйтіп, серіктермен жүрген кезде, күндердің күнінде ол түс көріп шошып оянады. Ояна сала соны жолдастарына айтып береді. Шәкәрім домбырасын қолына алды. Деп деме болайық. Сүйінші төре келіп киінші, беліңді қынмай буынша, беті қолыңды жуынша. Мен бүгін бір түс көрдім, сал жақсылық түс болса, жақсылыққа жорышы. Егер жаман түс болса, осы 18 кісіні төңіректеп қорышы. Мен бүгінгі түсімде алтынды ер ақ бозат, жалының тартып мініппін, ақ сұңғар түс болыппын. Көкке таман ұшыппын, көктен жүрген періште, оларға барып сөйлесіп, онан да аса ұшыппын. Төбеде жүрген қоңыр қаз үстінде іліппін, құр тауында қоныппын, төсетіне тойыппын. Бұл не болды, бұл жетім? 17 дос сыйлықта ойлыққанның белгісі, бір-біріне жиылықта еш амалын таппады. Жиын тұрған барысы, іштерінде бар екен жасамыс бір кәрісі. Түс жорығын сол таппай, алтынды ер ақ бозат. Түс ұйқыңда мінсең сен, бар мұратқа жеткенің, көкке таман ұшсаң сен, жұрт алдыңа шыққаның. Көкте жүрген періште, оларға барып сөйлесіп, қай берендер қолтықтап, демеу істеп жүргенді. Онан да асып ұшсаң сен, қызыр сүйеп жүргенді. Төбедегі қоңыр қаз, көк үстінде ілсең сен, тұр тауына қонсаң сен, кеше сені жұртыңнан отарлап туған Тоқтамыс, соны бұтшық қыларсың, тояттап мейірің қанарсың. Шәккенді керемет. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Жанартау хабарында бүгін бізде қонақта Алматы қаласындағы Шоқан Уәлиханов атындағы нөмір 12 мамандандырылған гимназиясының ұстазы Нәзира Бостанова бір топ шәкірттермен келіп отыр. Халықаралық байқаулардың жеңімпаздары біздің студиямызда Әбілғазы Шәкәрім, Сәлмекеев Ерасыл, Сәбетова Гаухар біздің студиямызда. Тыңдаушыларымыздан хаттар келіп жатыр. Қыз жігіттер, Алматының қақ ортасында тұрып өңкөй орыс тілді балаларды көріп жүріп, жігіттерге қатты көңіліміз толып отыр, мерейлерің өсе берсін дейді Елордадан жазып жатыр ағаларың. Сондай-ақ қазір мына жігіттерді бірден радиоға жұмысқа алыңыздар, дауыстары өте керемет екен дейді. Сапар есімді ағаларыңыз.